Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен каналымда осындай қызыл ірімшіктің рецептімен бөлісетін боламын. Алда Алла бұйырса Наурыз мерекесі келе жатыр, соған дайындасаңыздар болады. Ұлттық тағамдарымыздың бірі. Алдымен біз сүтімізді газға қойып, сәл қайнаған сәтте үстіне айранымызды құямыз. Айранды құйғаннан кейін аздап араластырып қоямыз. Сәл қайнап шыққан кезде бізде міне осындай болған ірімшігіміз бөліне бастайды. Сол сәтте газыңыздың астын баяулатып қойыңыздар міндетті түрде. Енді осыны дәл осылай 1-1,5 сағат бетін жауып қайнатамыз баяу отта. 1 сағат өткеннен кейінгі процесс міне бізде осындай болады. Сарысу бөліне бастайды. Сол кезде үстіне қантымызды салып, тағы да ақырын араластырып аламыз. Енді сары суымыз толық сіңіп кету үшін тағы да 1-1,5 сағат қайнатамыз. Сонда барлығы 2,5-3 сағаттай қайнауға тиіс, баяу отта. Мінекей бізде сары суын сіңірді, ірімшігіміз дайын болып қалды. Енді осы ірімшігімізді ыстықтай алып, мәрліге немесе осындай тесік ыдысқа сүзіп алсаңыздар болады. Бұл жерде астындағы суларын нақты толық кетіру үшін. Қараңыздар, қандай күшті болып шығады. Енді осыны толық формасын әдем болып ұстау үшін марлының бетін жауып, үстіне бір ауыр затты немесе мен банкаға су құйып қойдым. Сөйтіп құйып қойсаңыздар болады. Сол кезде формасын өте әдем қылып ұстайтын болады. Енді осыны бір түнге салқын жерге қалдырған дұрыс. Міне бізде бір түн өтті. Ірімшігіміз формасын өте жақсы ұстады. Қазақтың ұлттық тағамдарының бірі болғандықтан бұндай ірімшікті жақсы көру мүмкін емес. Сондықтан үйлеріңізде 2-3 заттан құралады ғой, құрамы жасап көріңіздер міндетті түрде. Сіздермен болған Айжан Ерболатқызы. Менің каналымда басқа да қазақтың ұлттық тағамдары шығатын болады.